Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге борщ жасап көрсететін боламын. Сол үшін видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз 40 қабатымызды видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Фасольді суға салып қоямыз. Пока что тұру керек ол. Кейін біз сәбізімізбен қызылша және чеснокты үкіштен жақсылап өткізіп бөлік ыдысқа жасап аламыз. Мен борщыма окорочканы қосайын деп жатырмын. Сол үшін оған бұрыш пен тұзымды қосып аламын, себебі борщымызға бізге дәм беру керек. Ал егер де біз оны дәл солай салатын болсақ, бізде дәмі болмай қалады. Үкіштен өткізілген салмамызға біз лимонның суын қосайық, себебі қызылшамызды қызарту үшін. Мен мына жерде қызылшаны аз қосыппын. Негізі екеу қоссаңыздар, борщарыңыз қызарып жақсы піседі. Үстіне сорпадан құйып жіберіңіз де, оны бөлек пісіріп алыңыз. Енді біздің суымыз қайнады, окорочкамыз пісті, үстіне картоппен жаңағы фасолімізді салып шығамыз. Олар піскеннен кейін біз капустаны саламыз үстіне. Және де біздің жаңағы салмамыздың барлығын қосып шығамыз. Бұны жақсылап пісіру керек, осылай дәмі кіргенше, қызарғанша. Бізде тұзымызды, борщымызды, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді және де борщқа арналған өзінің дәмдеуіші бар, соның барлығын қосамыз да үстіне салмамызды саламыз. Міне осы жақсылап пісіріп, астын жай отпен пісіріп аламыз. Міне бізде осындай керемет борщымыз шықты. Баршаңызға ас болсын. Мен бірге болғандарыңызға рахмет.